Түркістан қаласына қарасты Бабайқорған ауылдық округінің Абай елді мекенінде бүгінгі тіршілік қызу қайнап жатыр. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін ынтымақта күн кешуде. Сонымен қатар бұл өңірдегі игі бастамалар мен ұтқыр дүниелерде де ауыл жасымен кәрісі бірлесіп қолға алуда. Соның бірі ауыл дүкендерінде арақ шараптардың сатылмауын қолға алу. Алғашқы болып осындай оң бастаманы жүзеге асырып отырғандардың бірі Қатер апа. Жастарымызға мән-маңызы бар дүниелерді ғана үйретейік. Не нәрсені болсын адалын жасайық дегенді алға тартты. Соны енді осы жаңа жылдан бастап жаңашылыққа көшейін, ыңғай адал зат сатайын, адал қызмет істейік халыққа. Әйтеуір кәрия болсақ та бір бастап қойғасын, бала-шаға өсіп өнсін, соған титтей де болса пайдамыз тисін деп отырмыз. Түрткі болғанда өзім енді пәлен жасқа келдім. Ол арақтың ненің зиянын телевизордан да көрдім. Әне күні бір 10 сұраққа жауап берді ғой бір мешіттің имамы. Сосын құрсын, бүгіннен бастап тастадым дедім балаларға. Үйге де кіргізбеймін енді, магазинде де ұстамайын деп. Сосын және мына өзімнің құрдасым мына магазин. Арғы қайынсіңлім оларға да айтып жатырмын, мен тастайық, сосын ауылдағы адам қайда барса онда барсын ішетіндер. Тек қана бізден ішпесін, бізге әңгіме тимесін деп. Өзім балам да спортсмен кәдімгі. Соған бастап жатырмыз. Немерелерім қалада тұрады. Биыл бір рет Меккеге барып келді, Құда қаласа. Енді тағы екіншісіне барам деп дайындалып жатыр. Ол баламның да әңгімесі арқау болды. Апа қойыңызшы сіз осыны. Сізге батып айтамай жүрем енді деді. Болды, жаңа жыл болсын, тастаймын, соға дейін магазинді тазалап, адыраспандап алайын дедім. Мына адал тамақтар, мына адал тамақтар, балаға киім кешек, сабын, енді халыққа керек зат қой. Дүкенменен күн көргенімізге 11-12 жыл болды. Міне көпке үлгі боларлықтай тың бастамалардың арқасында ауыл жастарының көбі дерлік спорт мәдениетке мән берген. Оның дәлелі мына аядай ғана спорт салдағы түрлі үйірмелер. Мұнда номер 2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің аға жаттықтырушысы Нұрбек Рысбек 100-ден аса жеткіншектерді спортқа үйретіп, күреске балуда. Түрлі тәсілдермен 3 ауысымда жасөспірімдерді спортқа үйретуде бар күш-жігерін салып жүрген аға жаттықтырушы бар тілегім ауыл жастарының беделін көтеріп, өзімнің мекеніме адал қызмет ету дейді. Айта кетейік, қазақ күресінен арнайы жаттықтыратын Нұрбек Рысбек бүгінгі таңда тәсілдердің көп қолданыла бермейтін тіземен жүру әдісінде үнемі қолданып келеді. Онда жасөспірімдер жаяу жүгірушілермен теңдей дәрежеде жүгіреді. Сырт көзге олай көрінбесе де бірдей деңгейде шынығады екен. Дәл осы кішкентай ғана ауылдан, осы спорт залдан Қазақстанның чемпиондары мен спортшылар шығуда. Осы біздің спортымыз дамып жатыр, ауылымыздың спорты. Осы ауылымыздың спортын дамытып жатқан ел ағаларына көптен көп рахмет айтамыз. Мінекей менің спортқа қатысып жүргеніме 5 жылдан асты. 11 медалім бар. Қазіргі уақытта жақсы спортшымын. Мен де өзімнің ауылыма үлесімді қосқым келеді. Және де елбасымызға саулық, отбасыларымызға амандық, елімізге тыныштық тілейміз. Мен осы күреске қатысып жүргенде 2 жылдай болды. Мен жаттықтырушы Нұрбек ағайыма алғыс айтамын. Мен бұл бір рет жарысқа барғам, ол кезде мен 3-ші орын алып келдім. Осы ауылдағы аға әпкелеріме рахмет айтам. Бар адамдарды осы спорт түріне шақырамын. Байқағанымыз ауылдың кішісі мен жасының көзі ашық, ойын анық жеткізеді екен. Сонымен қатар оның бірден-бір себебі таудың етегінде орналасқан мекеннің саф таза ауасы мен сырлаяқтың сыр кетсе де сыны кетпегені ме деген ойға келдік. Себебі жастары жігерлі, ақсақалдары дуал ауызда. Аға жаттықтырушы болып ауыл спортын алға тартуда жігері мен намысын қайрап жүрген атпал азамат та өз ойын былайша сабақтады. Мен осы Абай ауылының өз тумасы боламын. 2013 жылы осы ауылдың белсенді жастарынан Алматы қаласын шақыртып алдырдым. Содан бері осы ауылға келіп, өз қызметімізді жасаудамыз. Жалпы айтқанда өзің еліңе жұмыс жасаған, өзің ауылыңа еңбек сіңіргенің өте бір жақсы ғанибет екен. Еңбегіміз іске жүріп, алға басып отыр, Құдай қаласа. Балдарымыздың да жетістігі жақсы. Қазақстан деңгейінде, облыс деңгейінде, қалалық деңгейде өздерінің қолдан келген нәтижелерін жасатып отыр. Жалпы осындай қолынан іс келетін азаматтарды, жастарды әрқайсысы өз ауылына барып қызмет жасаса деген ниет білдірем. Осы бізге қолдау көрсетіп отқан осы қала әкімінің аппаратына, спорт мектебі БЖС номер 2
Сәрсенбеков Әнуар ағайымызға алғысымызды білдіреміз. Осы ауылда белсенді қарияларымыз бар, қажыларымыз бар, Әлжанғар көкеміз бар. Кәсіпкерлікте жүрген Байсбаев Сержан ағамызға алғысымызды білдіреміз. Жалпы ауылдың тыныс тіршілігі бір ағайын болғандықтан бір дем беріп тұратын бір күші бар. Сол жеңістің арқасында, сол күштің арқасында осы қысқа уақыттың ішінде өз нәтижеміз көрсетіп отыр. Жалпы біз енді ол жетістікке Құдай қаласа 2 жылдық жоспар құрып отырмыз. Декабрь айында құрдық, желтоқсан айының 16 күні. Жалпы сыртта жүрген көз ашық, көкірегі ояу осы ауылды жүрек соғатын кісілердің біразын бас қосып жиын өткіздік. Нәтижемізді енді өзімізді қамшылау мақсатында сол 2 жылда Құдай қаласа көрсетеміз деп отыр. Спортқа әкімшілік тарапынан өздері госактысын сызып, өздері қолдау көрсетіп отыр. Әр кісі өзінің мамандығы бойынша өзінің жүрегінің қалай соғуына, ниетіне байланысты бізге бар көмектерін аямай жатыр. Біз де Құдай қаласа сол нәтиженің арқасында өз жетістігімізді көрсетеміз. 2 жыл жоспар бізге. Оның бұлай топтап айтқанда 50 шақты осы күрес үйірмесіне сұрақ түрде қатысатын болса, бір 30-40 жасөспірімдер кіші футбол, волейболда. Одан кейінгі балаларына көкпар үйірмесі бар бізде. Қазір ол неге байланысты, ауа райына байланысты тоқтатылып тұр. Жалпы сол 500 баланың 150 шақтысы осы спорт саласына қамтылған деп айтуға болады. Айта кетейік, шағын ғана ауылда 500-ге тарта жас бар. Жылдан жылға өсімде көбейіп, ауыл тынысы еселенуде. Есесіне чемпиондар мен білікті жастар да дәл осы мекеннен шығуда. Мен күреске қатысқаныма 2,5 жыл болды. Оның арқасында көптеген қалаларды ел көріп, көптеген жетістіктерге жеттім. Самбо, дзюдо, қазақша, белбеу. Одан облысқа өтіп, Қазақстанына барып, 3 рет Қазақстаннан алдым. Қазіргі таңда жарақатқа байланысты демалыс. Спорт ол денсаулық, өмірге көптеген нелері бар. Биік белестерді бағындыру, қазақтың атын шығарып, Қазақстанның көк туын желбірету. Және спорт мен өзімнің Нұрбек ағайыма, ата-анама алғысым шексіз. Алайда жалынды жастардың өтініш тілектері де жоқ емес. Болашақты берік әрі еркін қалыптастыруда ауыл жастарына жайлы жағдай жасалса дейді. Оның бірі үлкен спорт мектебі мен мәдениет үйін қайта жабдықтаса және оқырмандармен жұмыс жасайтын жастардың өресін кеңейтіп, болашаққа даңғыл жол сала білетін кітапханамыз бой көтерсе, ол заманауи үлгідегі жылдың 4 мезгіліне сай болса деген ниеттерін де білдірді. Адалдық пен еңбекқорлықты бірінші орынға қоятын ауылдың ауызбіршілігін сақтауда үнемі бір пікірде тоғысатын ауыл жасы мен қариясына тек қана береке тілейміз. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.